Күнделікті жарты сағат таза ауада серуендеу денсаулығыңызға артық етпейді. Әсіресе қыс мезгілінде түрлі бактериялар көбейіп, тұмау белең алады. Мұндай кезде таза ауа сізге сергектік сыйлап қана қоймай, тұмаумен күресуге де көмектеседі. Ал дерттің өршуінің басты себебі иммунитеттің төмендеуі. Біз иммунитеттің қызметін білеміз бе? Оны қалай көтерген жөн? Денсаулықты нығайту үшін не істеу керек? Көбінесе лимон, сондай иммунитетті көтеретін заттар жеу керек деп ойлаймын. Физикалық тұрғыда жақсы болса, жақсы уақытында тамақтанып, уақытында спортпен шұғылданып жүрсе, оның иммунитеті жақсы болады. Витамин, оның үстіне еще спортпен айналысу керек деп ойлаймын. Иммунитетті тамақ ішу керек, аянбау керек, жылы шай ішу керек, жылы киіну керек, кішкене спортпен айналысу керек, ерте тұру керек. Жоқ, білмеймін. Ауырмау үшін спортпен айналысу керек, витаминдер жеу керек, жеміс-жидек, сол сияқты. Қыстың кезінде закаляция дейді ғой, сонда істеу керек. Витамин, оның үстіне еще спортпен айналысу керек деп ойлаймын. Иммунитет жайлы мәлімет біле жүріңіз. Иммунитет жұқпалы және жұқпалы емес улы заттарға қарсы күресетін жүйе. Негізгі қызметі ағзаның ішкі тұрақтылығын бақылау. Иммунитетке жауапты дене мүшелері: кемік майы, лимфа безі, айыршық безі, көкбауыр, тыныс алу және ас қорыту жолдарындағы лимфалық ұлпалар. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз, төрлетіңіз. Студиямыздың қонағы көпшілікпен таныстырып өтейік. Нұржамал Аманқызы, дәрігер, педиатр. Жайғаса қойыңыз. Жайғасыңыз. Сәлеметсіздер ме? Нұржамал Аманқызы, студиямызға. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қауырт жұмысыңыздың арасынан біраз уақыт тауып, бізге келгеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет сіздерге. Енді қауырт жұмыс дегенде қазір енді қызып жатыр ғой жұмыс. Өйткені әртүрлі инфекциялық аурулар, енді қыс мезгілі, оның үстіне мерекелер болды түрлі. Қандай шағымдармен келіп жатыр балалар? Енді қазіргі таңда мынау ағзаның әлсіз деген кез ғой. Енді жеміс-жидектердің кем организмге кем қолданатын уақытта күз қыс айларында негізгі иммундық жүйе әлсіздей бастайды балаларда да, үлкен кісілерде де. Сол себептен мына қыс ауасында кішкене иммундық жүйеге көмек ретінде дәрумендерге бай тағамдарды, дәрумендерден дәрумендердің ішінде группалары А группасының, С группасының дәрумендерін көбірек қолданған. Солардың негізгілерін атап өтіңізші, бізді қазір көпшілік көрмей көріп отырмыз. Негізгі аскорбин қышқылы деп айтамыз. Аскорбин қышқылын қыс мезгілдерінде қолданып отырған өте дұрыс деп ойлаймыз. Оны да, конечно, дәрігердің бақылауымен, кеңесімен, дәрігерден бір ауыз кеңес алып, сол кеңестің арқасында осындай кішкене қыс айларында дәрумендерден балаларға арналған Сивикап деген капельдеріміз бар, тамшыларымыз. Сол тамшыларды 10 тамшыдан, 8 тамшыдан қабылдауға болады. Күніне бір-ақ мезгіл өте қолдануға өте тиімді дәрілер. Және ол тек қана дәрі-дәрумендермен ғана емес, оны организмді салауатты өмір салтына сай күнде денені шынықтыру, ағзаны шынықтыра отырып, қосымша не дейді, дене шынықтыру нелерімен жаттығуларын жасай отырып, организм шынықтыруға болады. Және онымен бірге тағамды күнделікті тағамға керекті дәрумендерді мезгілімен, режиммен қабылдаса, организм өте жақсарып, тамақтары арқылы керекті организмге заттар кеп түседі деп ойлаймын. Менің әріптесім Баян бағдарламаның барысында кішкене жөтеліп өзінің суық тигізіп алғанын айтты. Ал енді осының алдын алу үшін кез келген дәріні қабылдай беруге бола ма, әлде қабылдауға болмайтын дәрілер бар ма? Жоқ, кез келген дәріні қабылдай беруге болмайды. Дәрігердің кеңесімен, дәрігердің бақылауымен, дәрігерден бір кеңес алумен. Қолымызға түскен дәріні алып іше саламыз ғой, жазыламыз деп. Олай болмайды, конечно. Енді сіздерге қыс ауасында өздеріңіз ауырмаудың үшін бізде арнайы тұнбалар бар, ол тұнбаларды қолдануға болады. Енді осы иммундық жүйені көтеруге арналған эхиноцей, ромашка сияқты антисептикалық тұнбаларымыз бар. Сол тұнбаларды қолдануға болады. Ромашкалар как антибиотик сияқты нәрселер. Ол организмге ромашка шайларын қолдануға болады, эхиноцей тұнбаларын қолдануға болады, тамағын күнделікті шайып отыруға болады. Кешкі мезгілде бір мезгіл тамақты шайып, таңертең тұрған кезде тамақты тұнбалармен шайып отырсақ, ромашка тұнбаларымен шайып болсақ, өте тамақта инфекциялар қонбайды. Егер организмде осы инфекция түскен кезде, организмде иммундық жүйе деген сол организмге түскен инфекциядан қорғану,
сол иммундық организмге қазір бактериялар, вирустар организмге көп түседі. Сол бактерия, вирустарды түсірмеудің жолында иммундық системаны жақсарту үшін жаңағы қорғану қабілеті ол организм. Иммундық система дегеніміз өзі қорғану қабілеті организм. Ал қорғану үшін жаңа біз иммундық жүйені жақсартатын жолдарын жасап отырмыз керек. Жаңа мен жоғарыда айтып өткендей. Расында да айтып отырғаныңыздың бәрі ойға қонымды. Жуанның жіңішкенің үзілетін шағындамыз ғой, былайша айтқанда қазір қыс ауасы. Өзіңіз айтып жатырсыз. Енді тамақтануға тоқталып өтейікші. Балалар қазір, кішкентай балалар тамақтанудан бас тартады көбіне. Оларды қызықтыру үшін, оларға пайдалы асты жегізу үшін ата-аналарға қандай кеңес айтар едіңіз? Енді ол балалардың барлығы қазіргі жасанды тамақтар көп қой. Жасанды тамақтар емес, негізгі тамақтарды кәдімгі жасанды жолмен алынбаған тамақтар. Конечно, көктем айларында көбіне саумалы ішкен жақсы, өзіміздің қазақы саумалымызға жетпейді ешқандай не. От саумаларды жаңа сауған кезінде жылдай күйінде қолданатын болса, ол өте өкпе ауруларына, созылмалы өкпе ауруларына өте пайдалы. Негізгі осы қыс ауасында көбірек қайталанатын созылмалы аурулар, осы өкпенің созылмалы аурулары, сол созылмалы аурулардың қайта-қайта организмде иммундық жүйенің әлсіздігінен ол қайталанып отырады да, сол себептен организмде жаңа жөтел, тұмау сияқты белгіден басталып, ары қарай созылмалы ауру өзінің клиникалық белгілерін беріп отырады. Сөзіңізден байқадық, әлгінде айттыңыз, иммунитетті күшейтудің ең негізгі жақсы жолы, тиімді жолы ол спортпен шұғылдану, саламатты өмір салтын ұстану дедіңіз. Ал енді сізге келген кісілерге спортпен шұғылдануға кеңес беретіндеріңіз сөзсіз. Ал енді күннің суығында, аязды күндерде жаттығу жасау жөнінде айтсаңыз. Енді аязды күндерде үйдің ішінде кішкене бір орында тұрып гимнастикалар жасау керек. Және тыныс алу гимнастикалары болады. Яғни тынысты терең алып тұрып, сондай тыныс алу гимнастикалары бар. Сол гимнастикалар жасаған кезде тыныстың жақсару жолдары болады. Ол тыныс алудың, өкпенің жаңа тыныс алу функцияларының біршама жақсаруына күнделікті ритмен, режимді түрде жасап отырсақ, ол бір тиімдік нәтижеге жеткізеді. Түсінікті, көп рахмет сізге. Кеңесіңіз көпшілік көрерменнің кәдесіне жарайды деген үміттеміз. Еңбегіңіз жемісті болсын қашанда. Келгеніңізге рахмет. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін деп тілейміз.